Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Бүгін кешкі сағат 8-ге 15 минут қалды. Мен ешкілерімді мана таңғы түскі 11-лерде босатып жібердім. Көрші ауласына. Сосын картоптарын салып қойын. Сосын осы қазірге дейін босап жүр, сояқта шөп жеп. Қазір солар бір қуып келейік. Бір шамамен 8:30 сағаттай неде жүр. Шөпте жүр, шөп жеп жүр манадан бері. Түскі 11-ден бері. Қазір кіргіземіз. Кеттік. Міне келдік. Есігін таспен тіреп қойық. Қазір әне келетір жүгіріп. Лақты көрдіңіздер ғой, лақтың өзі. Лақта да өзі секеңдеп жүр. Үйге қайтқысы келіп барады. Қазір есігін жауып түсейік. Әне өзі кіріп кетті. Огородқа кіріп кетпеу керек, қарау керек дейді. Огородты басып тұрса, жаман болады. Бананның қабығын жатыр. Мана көрші аға картоптың қабықтарын береді, соның ішіне банан шықтысын, соны арбаға мусорға лақтырып қойды, соны жеп жатыр, ешкі. Жей бере ме бір немесе ма? Сіздерде де солай ма? Қараңыздар, картоптыға өлтіріп жейді. Жолда картоп түсіп қалған, соны жеп жатыр. Олар білмейді ғой. Яқта картоптары бар екен. Осы бұнда топ кетті. Екеу қырылады айтпесе, мынау сүзет. Қараңыздар, сүзет. Лақпен нені. Ешкіні. Мына шыбыш туды ғой да, енді бұны ешкі деп айтады ғой енді. Бірақ кішкентай ешкі енді. Міне осындай. Айтып атсыздар, бұлай болмайды деп. Ішінде түбіті жоқ. Бірақ әйеміне қараңыздар. Кішкен қию керек. Қырқитын не болмағандықтан осылай қиыпсан. Енді қырқитын болмаған соң суға түсіруге бола ма бұларды? Несі? Емшегі желіні дейді ғой. Ал бұның желіні енді үлкен жеу. Жақсы шығады. Бірақ өзі лағы жаман емей берген соң бергісі келмей ма сондай. Алдан кәріп кішкентай. Адейс. Сіздер картоп бересіздер ма ешкілеріңізге? Тауықтарын көрсетіп жіберейін. Тауықтар мында. Мана бір 5-6 тауық осы огородқа кіріп кетті. Бір әте шығып кетті, жақсы. Жақсы бір тауық тағы да бір тауық шығып кетті. Екеу жүр. Қазір жемнің бәріне қалып қояды. Кебегім бітіп қалды. Қазір жем беріп тастайын. Достар, не толтырып қалыптсан, несушкі жемдерін. Қазір ой. Мына 2 тауықты кіргізіп жіберейік, бір тауық, бір әте шықты.
қайсы қалай жейді екен. міне жерге шашылып қалған, соны жеп жатыр. Мә. Жеш құрсын. Өзіне сенімсіз жүрген қорқып, сасқалақтап. Сіздерден сұраған болатын, қаншадан бағалайсыздар деп. Сіздер кейбіріңіз 1800, 2000 депсіздер. Енді ол, бай құрсын. Ешкі көріп кетіпті. Чү, кете. Ой. Есік жопсы. Сіздерден сұрадым, қаншадан бағалайсыздар деп. Кейбірі 1800, 2000 дед. Кейбірі 3000-нан алып 3500-нан сатам дед. Енді бір сол 3500-ның шамасы болса жақсы болады ғой. Шамымен сондай ғой. Әр қалада әртүрлі. Атырау қаласында әйтеуір 3500-нан базарларда 4000-нен сатат енді. Өз еңбегіміз ғой, не дегенмен өсіріп не істеген. Жұмыртқадан тауыққа дейін өсіру қиын ғой. Қаншама жем, қыста шығару керек. Свет, өлу деген сияқты. Сондай нелермен есептегенде 3500 сондай шығады ғой. 2000 енді ол 2000 өте арзан деп ойлаймын менің ойымша. 2000 қандай ақ фермадан алып келген андай ақ хайсекс, ломон уайт дегендер болмаса, ақ тауықтар бар, білетін шығарсыздар. Тек жұмыртқаға олардан аплод шыға ма білмеймін ау. Өзім ондай мен не істеп көрмеппін. Олар енді арзандау келеді. Ал мынау үй тауықтары ірі, брама шатыстар енді жақсы бағалану тиіс деп ойлаймын. Әрі оған қаншама шығын кетті. Бәрін есептегенде. Енді әркімнің ойы әртүрлі. Бірақ менің ойым осы. Еңбегімізді бағалау керек деп ойлаймын. Базарларда шамамен 3500-нан беріп тұр ғой. Бірақ әлі ойланам енді. Ойларым амырау жүрген. Осы достар. Егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетейік. Сіздермен болғанмен Маруф қош, сау болыңыздар. Ал мыналар осы шығып кеткен.